Қайырлы күн достар, бүгін өте дәмді фаршталған бұрыш дайындаймыз. Сиыр етінен тартылған фаршқа пиязды турап саламыз. Жуылған күріш, кинза, дәміне қарай тұз, паприка, қара бұрыш қосып жақсылап араластырып аламыз. Бұрыштың ішіне салмамызды салып толтырамыз. Терең кастрөлге 2 ас қасық өсімдік майын құямыз. Пиязымызды 2-3 минут қуырып аламыз. Сәбіз саламыз. Болгар бұрышын, 1 үлкен қызанақ, томат саламыз. Қант, тұз, кептірілген сарымсақ, паприка. Барлығын жақсылап қуырып алғаннан кейін 500 мл су құйып, бір қайнатып аламыз. 2 штук лавр жапырағын саламыз. Фаршталған бұрыштарымызды салып, тағы да су құямыз. Жай отта 45 минут бұқтырамыз. Фаршталған бұрыштарымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Рецепті ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма жазылыңыз.